Ассалаумағалейкум ағайындар. Менде мынандай жағдай болды. Енді біздің телефонымызға сообщениелер келіп жатады ғой 112-ден. Түтін мұржаларындағы тартымды тексеріңіз деген. Ол бекерден бекерге келмейді екен. Осындай қыс айларында котеліңіздің мұржаларын тез-тезден тексеріп тұрғаныңыз дұрыс. Енді менде алдында осындай жағдай болды. Котелім дұрыс тартпай, артқа қарай жанып, котелдің өзі қызып кетіп, үйдің іші жылымай осындай жағдай болды. Сосын мен оны айналып тексеріп қарағанымда бір шешім тапқандай болдым. Өзімнің енді басымнан өткен жағдай, сіздерге де пайдасы тиіп кетер деген ойды айтып жатырмын. Енді мына котелдің мұржасы іште Unilux пеш, мынау барып ішке қарай Г тәрізді болып түсіп тұр. Мына жағы да мінекей жоғары қарай көтеріліп тұр. Енді іштен ыстық ауа келеді, мына сырттағы салқын ауамен испарение болып, мына жерден су тамшылап тұр. Енді оған су тамшылау үшін мына жерге тесік қойып кеткенбіз. Енді осы тесіктен су тамшылайды. Бірақ мына трубаның бойындағы әртүрлі даттар, мусорлар төменге қарай түсіп, мына тесікті бітеп тастайды екен. Енді бұл жер тесік бітелгесін, мынадан су жоғары қарай көтеріле береді. Егер ар жағы пеш, мұржа ары қарай, пешке қарай ой болса, су жиналып пешке қарай ағады екен. Ол пештің ішіне ағып, пештің ішін бүлдіреді, даттанады, жаман иіс шығады. Ол да зиян тигізеді. Бұл бір. Екіншіден, мына жерге су жинала береді. Ар жағы пеш жағыңыз биіктеу болса, мына жерге су жиналып, мына дымоходты бітейді екен. Жартысына дейін, одан да көп. Дымоход бітелгеннен кейін, ауаның тартуы да болмай, котел тартпай, іште котелдің өзі қызып кетіп, котелдің дұрыс жұмыс жасамайтыны да осыдан болады екен. Сосын мен мына сым алып, мына жағындағы тесікті ашып қалып едім, шұқып, кәдімгідей мына жерден бірталай жарты шелектей су ақты ішке жиналып қалған. Осындай мұржаларыңызды қарап қойыңыздар. Осындайдан да болуы мүмкін су жиналып. Сіздерге пайдасы тиер деген ойды айтып жатырмын. Каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.